Саламатсыздар ма менің құрметті оқырмандарым? Мен біраз уақыт саяхаттауға, демалуға Астанаға келдім. Білесіздер, тігіс тігуде, құрақ құрауда оңай емес екенін, біраз уақыт демалмасам, өз-өзіме демалыс жариялап келдім. Соған сіздер де менімен бірге болыңыздар. Астананың әдемі жерлерін көрсетуге тырысамын. Каналымнан алыстамаңыздар. Біраз уақыт демалып болған соң, қайтадан барып жұмысыма кірісемін. Сіздерге менің үйретерім көп. Менің каналымнан алыстамаңыздар. Апаларыңыз демалуға келді. Менімен бірге болыңыздар. Немерелеріммен Есілдің бойында демалып жүрмін. Астанада 4 немерем бар. Олардың қасына келіп, біраз уақыт болмасам да, білесіздер, оны болмайды. Сол үшін демалуға келдім. Бармасаң, келмесең, адам жат болып кетеді. Оны білесіздер, адамның мейірімі көзінде. Сол немерелердің қасында біраз болып, соларға өзімнің мейірімді беріп, жақын екенімді сездіремін. Оны істемесек те болмайды. Біз айтпасақ, біз істемесек, оларға кім айтады? Сол немерелермен бірге қыдырып, бірге жатып, біраз күнді демалыспен өткізгім кеп тұр. Бармасаң, келмесең, жат боласың деген қазақтың сөзі бар емес па? Сол айтқандай, барып, келіп, жақындығымызды сездіріп тұруымыз керек.